Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді болып шығатын самса жасаймыз. Алдымен мұздатқыштан шыққан майымызды онымен корочка жасап аламыз. Жұмыртқамызды, қаймамызды салып, тұзымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін жұқалап жайып, ортасына ерітілген сары майымызды жағып аламыз. Видеода көрсетілгендей домалақ етіп, салафанға салып, тоңазытқышқа 1-2 сағатқа салып қоямыз. Ол уақытта фаршын жасаймыз. Етімізді ұсақтап турап өткізіп, пиязымызды ұсақтап тураймыз. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып подписаться етіңіздер. Күнделікті видео рецептері болады. Фаршымызға зира саламыз және қара бұрыш, тұз, сұйық май құйып, осымен фаршымыз дайын. Сұйық май құйсаңыздар, фаршыңыз дәмді болып шығады. Осылай жасаймыз, шетін білмейтіндеріңіз болса, осы видеоны көріп жазсаңыздар болады. Үстіне ақуыз мен сарыуызды араластырып, жайып, үстіне күнжітімізді себіп, 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Осымен өте дәмді жұмсақ самсаларымыз дайын болады. Істеп көріңіздер. Менің каналыма жазылып кетіңіздер. Сіздермен болған Гүлдана ас болсын.